Сәлеметсіздер ме, құрметті менің Бикеш белгісіне туылған көрермендерім, қалдарыңыз қалай? Сіздерге арнап шілде айына астрологиялық жұлдызнама жасайтын боламын. Ең басты тоқталатын мәселе бұл сіздердің асцендент белгілеріңіз. Егер жаңадан қосылып жатқан, жаңадан көріп жатқан көрермендер болса, асцендент белгінің маңыздылығы туралы айтып кетейін. Асцендент белгісі бойынша 30 жастан кейін тура келіп жатады. Сондықтан менің жұлдызнамамды 50-50 қараңыздар асцендент белгісі бойынша және өздеріңіздің солнечный белгілеріңіз бойынша қараңыздар. Егер асцендент белгілеріңізді білмейтін болсаңыздар, астында Telegram, Instagram каналдарыма ссылкам бар. Сол арқылы өтіп, сол жерге тіркеліп маған жасаңыздар болады. Мен сіздерге анықтап беретін боламын. Және каналымда асцендент дегеніміз не деген видеом бар. Соны басып көрсеңіздер болады. Жалпы асцендент деген не екенін түсінесіздер. Ең бірінші тоқталатын планета бұл Меркурий планетасы. 3 күні сіздердің 12-ші секторларыңызға кіретін болады. Арыстан белгісіне кіреді. Енді 12-ші сектор бұл адамның ішкі жағдайына жауап беретін сектор, адамның ішкі состояниясына жауап беретін сектор. Ең соңғы гороскоптағы домдардың бірі. Сондықтан бұл қорытынды жасайтын, ойланатын домдардың бірі. Ал Меркурий планетасы бұл біздің мышлениямыз, біздің ойлау қабілетімізге, біздің бір нәрсені қабылдауымызға жауап беретін планета. Сондықтан бұл жерде көбінесе өзіңіздің ішкі состоянияңызға көңіл бөліп, іш жақтан анализ жасау керек. Және арыстан белгісі бұл адамның жүрегіне жауап береді, жүрек қан тамырларына жауап береді. Ал 12-ші сектор бұл бізде жабық жерлерге жауап береді. Яғни емханалар болуы мүмкін, бұл түрме болуы мүмкін, сондай жабық адам кіре алмайтын жерлерге жауап береді. Сондықтан бұл жерде адам жүрегіне абай болу керек, және қан қысымы бар адамдар абай болу керек. Және де бұл кезде жаңағыдай импульсивный дейді ғой, адам кішкене күйгелек болуы мүмкін. Бізде арыстан белгісі бұл от белгіге жатады. Яғни адам осы кезде өте импульсивный болады. Сондықтан адам іш жағынан жанып тұруы мүмкін. Эмоция мәселесінде адамды конфликтқа әкелу өте тез болады. Сондықтан осы жерде біреумен төбелесу, біреуді ұру деген сияқты мәселелер болуы мүмкін. Сондай жерлерден абай болыңыздар. Одан кейін Меркурий планетасының Юпитерге секстиль деген гармоничный аспекті бар. Бұл сіздердің 10-ші және 12-ші секторларыңызды әрекетке түсіретін болады. Яғни Юпитер планетасының 10-ші секторда тұруы бұл өте бір керемет кезеңдердің бірі деп айтсақ болады. 10-ші сектор бұл сіздің карьераңыз, сіздің мансабыңыз, сіздің карьералық дамуыңыз, жеке дамуыңыз, жалпы қоғамдағы орныңыз деп айтсақ болады. Енді бұл жерде сіздердің осы күнге дейін жұмыс істегендеріңіз, 12-ші дом деген бұл ұзақ бір нәрсені істеу, ұзақ істеген нәрсеңіз сізге жемісін беруі мүмкін. Яғни сізді бір сатыға көтеруі мүмкін. Осы күнге дейін ұзақ істеп келген нәрсеңіз өзінің жемісін беруі мүмкін Юпитер бойынша. Одан кейін 6-сы күні жаңадан ай туатын болады. Жаңа ай сіздердің 11-ші секторларыңызда туатын болады. Жалпы жаңадан ай туған кезде мен айтамын, бір жаңадан энергия бөлінеді вселеннаядан деп. Осы кезде қандай да бір пісіп жетіліп тұрған жұмыстарыңызды бастауға өте керемет кезеңдердің бірі деп айтамын. Енді бұл сіздердің 11-ші секторларыңыз болғандықтан бұл социальный сеть, бұл сіздің достарыңызбен байланысты қандай да бір жұмыстарыңыз болуы мүмкін. Мүмкін сіз жаңадан дос табуыңыз мүмкін, жаңа бір ортаға кіруіңіз мүмкін, жаңа бір группаға кіруіңіз мүмкін, немесе сіз жаңадан өзіңізге парақша ашуыңыз мүмкін, немесе сіз жаңадан парақшаңызды жүргізіп бастауыңыз мүмкін. Сондай бір мәселелер болуы мүмкін. Интернет, онлайн нәрселермен байланысты. Мүмкін сіз жұмыс бастайсыз жаңадан, ол сізде онлайн жұмыс болуы әбден мүмкін. 11-ші сектор бізде адамның армандары, тілектері, адамның алдыға қойған мақсаттары болуы мүмкін. Сіздің жоспарларыңыз өзгеруі мүмкін, немесе жоспарларыңыз көбеюі мүмкін, немесе толықтыруыңыз мүмкін, өзіңіздің жоспарыңызды өзгертуіңіз мүмкін. Сондай мәселе болуы мүмкін. Әр адамда әртүрлі ситуациялар болады. Одан кейін 12-сі күні Венера планетасы Арыстан белгісіне кіретін болады. Сіздердің бағана 12-ші секторларыңызға кіреді. Енді бұл жерде иммиграция болуы мүмкін. Жалпы 12-ші дом бұл иммиграцияға жауап береді.
және сіздер осы кезде өте жаңағы ішкі тыныштықты қалауыңыз мүмкін. Сізге өз-өзіңізбен, ішкі тыныштығыңызбен комфортно болуы мүмкін. Басқа адамдардан алыстау сіз үшін өте маңызды болады. Жалпы өзіңіздің ішіңіздегі отыңызды жағу үшін қайтадан сіз адамдардан алыстауыңыз керек болады. Өз-өзіңізбен қалуыңыз керек, ойлануыңыз керек. Сондай тыныштық, изоляция дейді ғой, изоляция сіздерге керек болады. Яғни өзіңізді іштей жандыру үшін, өзіңіздің мотивацияңызды көбейту үшін міндетті түрде өз-өзіңізбен қалып ойлануыңыз керек. Одан кейін 14 мен 15 аралығында тау квадрат деген напряженный аспект болады. Енді бұл аспекттің ең шыңында, жоғарғы жағында ай планетасы тұр. Бұл сіздің эмоцияларыңыз, сіздің ішкі уайымдарыңыз, ішкі состоянияңыз. Енді бұл жердегі жұмысқа байланысты, немесе жаңағы иммиграция мәселесі болуы мүмкін, кейбір адамдарды денсаулық мәселесіне байланысты қандай да бір ситуациялар, напряжениялардың барлығы сізге эмоционалдық тұрғыдан қатты әсер етуі мүмкін. Сондықтан бұл тау квадратын аспекті кезінде өзіңіздің ішкі состоянияңызға жаңағы проблемаларды кіргізбеу, әрбір проблеманың өткінші екенін өз-өзіңізге түсіндіру, оны қатты ішіңізге салып алып, жүрегіңізге жақын қабылдап, одан кейін уайымдап, одан ары өзіңіздің денсаулығыңызды немесе жұмысыңызға байланысты мәселелерді ушықтырып қажеті жоқ. Сол ең басты мәселе бұл жердегі. Одан кейін 18 мен 28 аралығында Меркурий планетасы мен Уран планетасының арасында квадрат аспекті болады. Енді бұл жерде сіздің санаңыз бен сіздің түп санаңыз бір-біріне бағынбайтын болады. Санаңыз бір нәрсені алады, бір нәрсені айтады, түп санаңыз мүлдем басқа нәрсені айтады. Бұл жерде сіздің іс-әрекетіңіз Уран планетасының әрекетіне ұқсас болуы мүмкін. Яғни сіз өте ойда жоқта бір жаққа кетіп қалуыңыз мүмкін, басқа жаққа, немесе сіз ешкім сізден ойламайды да, сізді кетіп қалады деп. Солай сіз резко көшіп кетуіңіз мүмкін. Немесе резко сіз бір ұзақ уақытқа, 2 айға, 3 айға басқа жаққа кетіп қалуыңыз мүмкін. Және бұл өте алыс жақтар болуы мүмкін, жақын жақ емес. Шет мемлекеттерге кетуіңіз әбден мүмкін. Одан кейін 20 күні Марс планетасы 10-шы секторларыңызға кіреді. Егіздер белгісіне кіреді. Бұл жерде енді сіздің карьераңызға, сіздің мансабыңыз, сіздің жалпы өмірдегі, қоғамдағы орныңызға байланысты қандай да бір қозғалыстар басталады сізде. Мүмкін сіз өзіңіздің қозғалысыңызды осы өзіңіз тұрып жатқан жерден көрмейсіз. Өзіңізді басқа жерде мүмкін елестетесіз, мүмкін сіз басқа жерге барсам бағым ашылады деп ойлауыңыз мүмкін. Жер ауыстыруыңыз мүмкін да, былайша айтқанда. 21 күні бізде ай толатын болады. Ай тау-ешкі белгісінде сіздердің 5-ші секторларыңызда толады. Жалпы айдың толуы 2-ші рет болып жатыр. Осы тау-ешкі белгісінде, алдыңғы айда да тау-ешкі белгісінің бастапқы градусында толған. Сол кезде басталған мәселелер болуы мүмкін, немесе одан бұрын басталған мәселелер, және осы жолы тау-ешкі белгісінің ең соңғы градусында толып жатыр. Жалпы тау-ешкі белгісі бұл бикеш белгісіне кішкене ұқсайды деп айтсақ болады. Тау-ешкі белгісінің екеуі ұқсас бір-біріне. Тау-ешкі белгісі бұл заң, бұл бір құрылымы, мемлекеттің заңдары, қағидалар, бұл адамның мансабы, адамның бір нәрсеге жетуі, адамның кармасы, жауапкершілігі, барлығы осы тау-ешкі белгісіне жатады. Адамның бір нәрсені жібере алмай ұстап алуы, бір нәрсеге жабысып алуы, бұл да тау-ешкі белгісінің энергетикасы. Сондықтан осы жерде ойланып қараңыздар, сіздің жібере алмай тұрған нәрсеңіз бар шығар. Енді сіздің 5-ші домыңызда болып тұр. 5-ші дом деген бұл сіздің балаларыңыз. Мүмкін бір адамдар балаларын жібере алмайды да, үлкейсе де, үлкен болса да, өзінің жеке дамуына көңіл аудармайды мүлдем. Тек балаларының жұмысы, үйдегі күнделікті күйбең тіршілігі, балаларының жұмысы, балаларының потребностьтары, керек заттары, сонымен рутинадан шыға алмай жүруіңіз мүмкін. Немесе сіз балалы бола алмай жүрсіз, және сіздер сол балалы болуым керек деп сол нәрсеге қадалып қалуыңыз мүмкін, сол нәрсені жібере алмай жүруіңіз мүмкін. Немесе сіз бір романтикалық партнеріңіз бар, сол адамды жібере алмайсыз, яғни сол адамды ұмыта алмай жүрсіз, өмір бақи соны ойлап жүрсіз.
тауешкі белгісі бойынша сіздің кармаңыз, сіздің жібере алмай жүрген нәрселеріңізді жіберуіңіз керек міндетті түрде. Егер сіз ана ескі нәрсені жібермесеңіз, жаңа нәрсе орнына келмейді. Сондықтан осы қағида бойынша ойланыңыздар. Осы жерде жіберетін нәрсенің барлығын жіберіңіздер. Еще бізде Плутон планетасын ұмытпаңыздар, қайтадан артқа кіріп жаңағы тауешкі белгісінің соңғы градусына кіріп алды. Яғни сол жақта бітіре алмаған жұмыстарын бітіріп, қараша айында толығымен суқойғыш белгісіне тап-таза болып бүкіл проблемаларын қалдырып, шешіп кіретін болады. Сондықтан сіздер де осы нәрсені пайдаланыңыздар. Бүкіл проблемаларыңызды осы жылдың соңына дейін шешіп тастауға тырысыңыздар. Қазір шешілетін нәрселерді шешіңіздер 5-ші секторларыңыз бойынша. Өйткені 5-ші секторларыңызда 2 рет тауешкі белгісінде ай толып жатыр. Яғни сол жақта шешетін мәселелер бар сізде. Ол деген жаңағы 5-ші дом деген демалу, жаңағы рахаттанып өмір сүруді білдіретін домдардың бірі. Енді бикеш белгісі бізде көп жүктерді артып алып, өзіне тауешкі белгісі екеуі ұқсайды деп тұрмын ғой. Екеуі де бір керек емес жұмыстарды мойнына іліп алып, соны істеп жүре беретін белгілердің бірі. Ол белгілер өзін жеңіл сезіне алмайды. Бикеш белгісі деген өте ауыр, бәрін іліп алып, арқасына арқалап жүретін белгі. Сондықтан бұл жерде сіздерге мүмкіндік келіп тұр. Барлық нәрсені иығыңыздан түсіріңіз. Керек емес нәрсені түсіріңіз. Мүмкін сіздің балаңыз 5 жасқа келген шығар, 4 жасқа келген шығар, қол аузына жеткен шығар. Мүмкін уже жіберу керек деген сөз, уже жаңағы самостоятельный болу керек. Сондықтан көп нәрсені жіберіп үйреніңіздер. Сіздерге керек емес, сіздердің жаңағы энергияңызды талап етпейтін нәрселерді жіберіңіз. Өйткені адамның энергиясы бесконечный емес қой, оны барлығына шашатын болсаңыз, өзіңізге қашан көңіл бөлесіз, өзіңізге ұнайтын нәрсеге қашан бөлесіз. Сондықтан міндетті түрде сол нәрселерге өзіңіздің энергияңызды жинап алып келіңіз. Керек емес жерге шашып қажет емес. Одан кейін 27-сі күні бізде Меркурий планетасы 1-ші секторларыңызға кіретін болады. Енді Меркурий планетасы сіздердің 1-ші секторға кірген кезде өзіңізге көңіліңіз ауа бастайды. Өзіңіз туралы ойлай бастайсыз. Өзіңіздің қозғалыстарыңыз, басқалармен қарым-қатынасыңыз, өзіңізді қалай көрсететініңіз, сіздің социальный маскаңыз қандай, басқалар сіздер туралы не ойлайды, басқалардың алдында сіздің атыңызды айтқанда кім деп ойлайды жалпы. Көбінесе сол туралы ойлана бастайсыз. Өзіңіз туралы, жеке басыңыз туралы ойлай бастайтын боласыз. Және ол өте дұрыс деп ойлаймын. Міндетті түрде өздеріңіз туралы ойлаңыздар, өздеріңізге көңіл бөліңіздер міндетті түрде. Өйткені бикеш белгісі көбінесе кейде өзін ұмытып кететіні бар, көп жүкті арқалап алатыны бар, бағана айтып кететіндей. Міне достар, сіздерге арналған астрологиялық жұлдызнамам осындай. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.